Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен панкейки дайындаймыз. Бізге жұмыртқа, қант, сүт, ұн, қамыр қопсытқыш керек болады. Жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен қантты саламыз. Қант пен жұмыртқаны салған кезде бірден араластыру қажет. Өйткені жұмыртқа мен қант кристаллизовать етіп кетеді. Араластырып, сүтті құямыз. Ұнымызға 1 шай қасық қамыр қопсытқышымызды араластырып, сұйық массамызға 2-3 бөлікке бөліп араластырамыз. Ең соңында сұйық май құйып, 1 келкі масса болғанша араластырып 5-10 минутқа қалдырамыз. Бізде осындай масса болады. Қызып тұрған табамызға май жақпай, аз мөлшерде видеодағыдай пісіріп аламыз. Көп мөлшерде пісіретін болсаңыз, ингредиенттерді 2-3 есеге көбейтіп пісірсеңіз болады. Сіздермен болған Тажиденова Эльмира. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, löпіл басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта пайдалы рецепттермен бөлісіп отырамын. Рахмет!